бишілер, балтыры жуан палуандар, құралайды көз қатқан мергендер, күміс көмей, жез таңдай шешендер, қарақылды қақ жарған көсемдер, оң саусағы алтын шемерлер, бәріңде сыңғақ сүңдер. Салт дәстүрмен жараса, қайта құрып жаңаша, жараса өнері көрсетіп, тойлайық жараса, наурыз тойы басталды. Қыс мезгілінен жер бетін жапқан қар мен аяздан босаған жер бетіндегі адамдар, жан жануарлар, жалпы тіршілік атаулы қаһарлы қысты аяқталып, көктемнің келуін асыға күтеді. Бұл күні ақ пен қара, қараңғы мен жарық, жақсылық пен жамандық, суық пен жылу бір-бірін жеңуге тырысады. Жер жаңарып, табиғат әлемі көктемнің сұлулығын паш етеді. Себебі бұл күні күн мен түн теңеліп, барлық тіршілік әлемі қайта жаңарады. Мен аймын, түнгі аспанда дамылдаған. Мен күнмін, саған сыңар жалындаған. Уа күнім, сәулеңді төк жер бетіне. Жарығай, нұрыңды құй көл бетіне. Бұл елге қыдыр қонып бақ қараған. Бұл елден мәңгі бақыт тапқан адам. Кең байтақ даласы бар, тарихы бай. Мың тәубе, өткен қиын шақтан аман. Алтын күн, көгертшісін көсегесін. Кең жайып, керегесі өсе берсін. Бұл елге нұр сәулені аямайық. Тау басып, жер үйігін саялайық. Осынау бақыт қонған еркін елді екеуміз мәңгі сүйіп аялайық. Жыл басы наурыз айында аулалар мен суат бастарына тал егіп, құлақ көздерін тазалап, табиғат ананың тазалығына үлкен мән берген. Артыңда мал қалғанша тал қалсын деген қағиданы берік ұстанған. Ақ бүріккен қазақ талдарға молшылық сырын ұқсын деп, май құйған бұлақ көзіне майдай болып шықсын деп, қара жерге шаншылып, орман болып талшыбық, егін жайлар жайқалсын, ақ жауынға малшынып. Ақ мол болсын, ырыс тасысын, жауын шашын көп болсын, ұлыс бақты болсын. Әр күніміз жақсы болсын, достығымыз берік болсын, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. О Құдайым, жаңа жылым келді, жаңа жылда жарылқа, ескі жылда есірке. Менің ұрпақтарымды пәле жаладан сақтай көр. Жаңа жылда қара күш ескі жылмен бірге кетсін. Жамандық әрі кет, алас, алас.
сақта, жалақтаған жаудан сақта, алас, алас, ашыққан бөрден сақта, қара жердің көрінен сақта, алас, алас. Алас, алас, пәледен қалас, жамандық батқан күнмен, аққан сумен кетсін. Алас, алас, жақсылық арайлы күнмен, көктемгі гүлмен келсін. Алас, алас. Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні даланы Қыдыр ата аралайды. Сол себепті осы түн Қыдыр ата түні деп аталады. Қыдыр ата адамдарға дәулет тартатын, бақ қондыратын, ақсақал кейпінде көзге көрінетін қиял ғажайып бейне. Қыдыр ата даланы кезе жүріп, назары жерге түссе, қысқы тоң кеудесін жібітеді. Ал тасқа түссе, тасты ерітіп жібереді деген наным бар. Қыдыр ата ұлыстың ұлы күні Алакөл жеріне де келіп жетті. Сені күттік бір жыл бойы қаталап, батаңды бер, күтіп отыр жамағат. Қалқым, жер ананың қасиетімен, ел ананың қасиетінің онша көп айырмашылығы жоқ деген. Міне, ел ағалары, ел ананы ардақтау, жер ананы қастерлеу, әрбір адам баласының міндеті. Сонау Жәнібек пен Керей хандардан бастап алатын қазақ деген ұлы халықтың ұлағатты перзенттері. Ұлыс мерекесі, ұлыстың ұлы күні тот берекесімен келсін. Атақты Жоңғар қақпасы мен Лепсі өзенінің арасын жайлап жатқан Алакөл жұртшылығына береке бірлік тілей келдім. Әумин баба. Шаңырақтарың аталы болсын, ақ дастархандарың баталы болсын, еккендерің егісті болсын, орғандарың жемісті болсын, ұлдарың өрісті, қыздарың келісті болсын, бастарыңа бақ, астарыңда тақ болсын, бірлікпенен жүретін дулы қалы бас болсын, қырықтың бірі Қыдыр кеп, әр шаңыраққа ақ қонсын. Әумин. Армысыздар, алқалағайын. Еңбек пен ырыстың, ізгілік пен жақсылықтың жарқын мерекесі Наурыз мейрамы құтты болсын. Тамырын тереңнен тартқан осынау мейрам бірлік пен татулықтың тұғырын нығайтып, шаттық пен қуанышқа кеңелтер ұлы мереке. Бұл күн ұлыстың ұлы күні. Жаңа жыл. Жыл басы Наурызда табиғат қайта түлеп, күн мен түн теңеледі. Адамзат жаңа жылға үміт артып, жақсылыққа ұмтылады. Наурыз жаңарудың, игі істің бастауы, ырыс пен ынтымақтың алтын арқауы. Наурыз жыл басы, ұлыстың ұлы күні. Күн мен түннің теңеліп, ыстық пен суық алмасып, жер арқасы кеңіп, жан жануар, өсімдік дүниесі күллі, тіршілік әлемі жан алып, қайта түлейтін табиғат мерекесі. Құрметті жерлестер, Данагөй халқымыз қашанда көк аспан мен қара жердің арасындағы байланысты жоқта шығармай, өзіндік жылнамасын жүргізіп отырған. Тылсым табиғаттың сырын бағамдаған бабаларымыз жыл басын өзге ұлт өкілдері сияқты желтоқсанның соңғы күніне атамай, жыл басы деп жер ананың бусанып, түлеп жататын кезінде көктемнің алғашқы
наурыз айында атап өткен. Құрметті жерлестер, ұлыстың ұлы күні қарсаңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа Қазақстанды қалыптастыруда өзінің кезекті жолдауында біздің ең басты құндылығымыз тәуелсіздігімізді сақтап, ұлттық бірегейлігіміздің негізін нығайтып, елімізді жаңғырту жолында ұйысуға тиіспіз. Бабалар аманатына адал болып, оны ұрпаққа табыстау мен үшін киелі парыз деп атап өткен. Наурыз тойына ұлыстың ұлы күнгі ақ ниет ізгі тілегімен келіп отырған Алакөл ауданының әкімі Абдинов Алмас Сапарғалиұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті алакөліктер, халқымыз ұлы күнге балаған, жыл бас санаған жасампаз наурыз бірлік пен береке мейрамы. Баршаңызды осы ұлағатты мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын наурыз жылдың басы, Самарқанның еріді бүгін тасы, жиылған жұрт көрісіп тілек айтып, бата сұрар үлкеннен науын жасы. Наурыз, наурыз, халәлі күләйлім, наурыз, наурыз, лиләлі күләйлім. Олыс күні оң болсын, дастарханың мол болсын, құтты болсын әз наурыз. Олыс күні оң болсын, дастарханың мол болсын, құтты болсын әз наурыз. Ақ түйенің қарыны